Өзекті өртеген өкініш. Жұрт қайдан білсін, Гүлзияны сыртынан бақыттан бас айналып жүрген жан деп есептейді. Басында зәулім үй, астында қымбат көлік, қызметі де бар. Әр адамның мұңы да, зары да ішінде болатынын біреу білсе, біреу біле бермейді. Өйткені қатар құрбылары көбіне бұған қызғанышпен қарайды. Сен бақыттысың ғой, сенде бәрі бар. Өзің әдемі әйелсің. Түк ақша таппайтын еркектен затың әйел болса да әлдеқайда ауқаттысың ғой деп мақтап жатады. Ал Гүлзия мұндай сөздерге алдана бермейді. Оның өз ішкі түйсігі мен өз арман мүдделері жетіп артылады. Отбасылық өмірді қарапайым әйел бақытына зәру болып жүргенін құрбылары түсіне бермейді. Сырты бүтін болғанымен іші түтін екенін кімге айтсын? Оны кім түсінер? Жалғыздықты басынан өткерген адам ғана түсіне алады. Анасы жас кезінде көп айтатын: «Қарғам-ау, көп оқу қуа бермей, әйел адамның бақыты жар атану, бала сүю, одан да жақсы жігіт тауып отбасын құр» дегенде, ол сөзді жүре тыңдайтын. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Өз теңіңді бетіңнің қызылы барда тауып ал. Екі жарты бір бүтін болатын уақытта келді ғой. Ертең қатарларыңның бәрі үйлі баранды болып кетеді. Сол кезде жалғызсырап жүресің дегенде, бұл күлетін де қоятын. Жер бетінде жігіт құрып қалар дейсің бе? Менің де жартым бір жерде жүрген шығар деп, өз-өзін алдаусырататын. Ол кезде жас болатын, және көңіл көтеретін адамдар да бар болатын. Бұл анау-мынау емес, ылғи да бастықтармен қыдыратын. Өзі мектепті де, институтты да қызыл дипломмен бітірді. Орыс тілді болса да, ана тіліне құрметпен қарайтын. Көбіне анасы үйде қазақша сөйлейтін. Салт дәстүрлерді де бір адамдай біледі. Институт бітіріп үлкен бір қызметке келді. Өзі әдемі, өзі жас қызға қызметтестері сүйсіне қарады. Әсіресе еркектер қауымы оны қаумалай жүретін. Өзі де білікті маман. Қызметі өрге қарай домалап, абыройы асқақтай берді. Осы мекеменің басшысы, жасы 40-ты еңсерген, қылықты еркек, қайраттың көзі бұған келген күннен бастап түсе бастады. Неше түрлі қолпаштаулар көрсетіп, түрлі сыйлықтар сыйлап, Гүлзияны жүргізбей қойды. Бас кезінде ересек еркектің көрсеткен қылықтарына жыны келгенімен, біртіндеп оның ыңғайына көне бастады. Оған үлкен қаладағы орталықтан элиталы пәтер сыйлағаны оның өміріндегі үлкен сыйлық болды. Оның жеке пәтері жоқ болатын. Анасымен, бауырларымен тұратын. Мына тосын сый оны есеңгіретіп тастады. Мынау кілтің, мынау осы үйдің құжаттары деп қолына ұстатқанда басында сенбеген. Сөйтсе бәрі рас екен. Ондай мүмкіндік болып тұрса, неге бас тартасың деп құрбылары да қоштай кетті. Элиталық жарқыраған әдемі пәтерді көргенде Гүлзияның есі шығып кетті. Өмір бойы армандаған пәтерге осылай 1-2 жылдың ішінде қол жеткіземін деп ойламаған. Үйіңді жуамын деп Қайрат та бір шоқ гүлі мен шараптарын ала келіпті. Гүлзия да 1-2 жақын құрбысын шақырып үйін жуды. Сол түні Қайрат екеуі жақындасты. Қайраттың Гүлзияны көргелі есі кетіп, ғашық болғанын, керек болса әйелімен 2 баласын да тастайтынын қайта-қайта айтты. Гүлзия бас кезінде еш нәрсеге мән бермеді. Махаббаттан бас айналып, есі кетіп жүрді. Қызметте де өсіп жатты. Тұрмыста да ауқаттана берді. Әр қаладан пәтерлерді ала берді. Жаяу жүрме деп қымбат көлік сыйлады. Қайрат екеуі жиі-жиі шетелге шығып, демалатын кездері көп болатын. Романтикаға толы сәттерді басынан көп өткерді. Бір күні жұмыстан келіп, қымбат көлігінен түсіп жатыр еді, баяғы бірге оқыған Асқар есімді курстас жігіті кездесе кетті. Гүлзия, мен сені таба алмай жүрсем, осында екенсің ғой, деп ол сорлы қуанып жатыр. Оған Гүлзия аса қуана қойған жоқ. Мә, күшті боп, өсіп кетіпсің ғой, астыңдағы өз көлігің бе?
мынау сенің үйің бе деп аузы ашылып әр нәрсеге тамсана берді. Бұл істейтін қызметін айтқанда ол шалқасынан құлай жаздады. Шын айтасың ба деп қайта-қайта сұрақ қоя берді. Гүлзия оған мән де берген жоқ. Бір-бірлеріне телефон нөмірлерін берді де кете берді. Өйткені Гүлзия кешкі мейрамханадағы кездесуге асығып тұрған. Оның бар ынтасы қайратқа құлап тұрған. Асқар Гүлзияға қайта-қайта телефон шалып, оны кездесуге шақыра берді. Қоймаған соң бір кездесуіне барды. Әншейін бір жай кафеге шақырды. Бұған өз сезімін білдіріп жатты. Жасымыз болса кетіп барады. Сен 26-дасың, мен 30-дамын. Осылай жүре береміз бе? Бас қосайық та. Мен сені бұрыннан жақсы көретін едім. Бұл кездесу еркімізден тыс кездесу шығар. Аллах тағала осылай деп бұйырып тұрған шығар. Мен ауылда маманмын. Айлығым 70 000 теңге деді. Гүлзия күліп жібере жаздады. Онымен қалай күн көреміз? Мен жағдайым жасалған өмірге үйреніп қалдым. 70 000 дейсің ау? Ол тиын ғой. Мен 700 000-дап айлық аламын. Одан да басқа сый-сияпаттарым да бар, деп қарқылдай күлді. Асқардың салбыраған басы үстелдің астына кіріп кете жаздады. Ер адамды жазықсыз кінәлағанына жаны рахаттанып, өршеленіп барады. Сен менің теңім емессің ғой, қарабақыр санаған сорлы бишара, деп онан сайын Асқардың жанын жаралай сөйледі. Онысы телефон шалып мазамды алмасын деп ойлағаны ма, бір жола күдерін үзейін деді ма, әлде белшесінен батқан байлықты көтере алмағаны ма, қатты кеткенін өзі де білмей қалды. Басы салбырап, төмен қарап, есесі езіліп, Асқар кетіп бара жатты. Адам жанын осыншама жараладым-ау деп еш ойлаған жоқ. Бұдан кейін Асқар еш хабарласпады. Бәлкім өз жеке өмірін құрған шығар. Бір құрбысынан естіпті. Үйленіпті, балалы шағалы, өз ауылында, баяғы жұмысында. Гүлзияның қызметі онан сайын өсті. Астана қаласына келді. Онда да жақсы ағалардың көзіне түсіп, қызметі де, тұрмысы да жақсарған үстіне жақсара берді. Қайратпен телефонмен сөйлесіп тұрды. Мұнда да Жомарт деген ағайының қошеметіне бөленді. Жұмыста да ақ дегені ақ, қара дегені қара болып, Жомарттың тікелей көмекшісі болды. Элиталық пәтерлерді де, қымбат көліктерді де қолғаптай ауыстырып отырды. Теңге емес, ол долларлап ақша ұстайтын болды. Солай өмір өтіп жатты. Анасының дүние қолдың кірі, қызмет те, одан да өзіңнің жаныңды түсінетін бір жақсы адаммен бас қоссаңшы деген сөздерін құлағына да ілген жоқ. Өмір бақи жас болып тұратындай жалғызсыраймын-ау деген ой үш ұйықтаса ойына да кірмепті. Уақыт деген не деген жүйрік еді. Міне 50-ге де келіп қалыпты. Қанша өзін жас сезінемін дегенмен уақыт өз дегенін істейді ғой. Бұрынғы жақсы ағалары да бұдан алыстап жас қыздармен көңіл көтеріп жүр. Бұған онша хабарласа қоймайды. Оларға тек уақытша қызық керек екен. Уақытың біткен соң тозған бұйымдай лақтырып кете береді екен. Соны міне жасы 50-ге келген соң ұқтау әйтеуір. Өзінің жалғыз екенін жиі сезінетін болды. Дүние, қызмет, адамға дос емес деп айтатын анасының сөзі енді есіне түсті. Сол кезде неге анамды тыңдамаған екенмін деп өкінді. Өкінгенмен не пайда? Уақыт өтіп кетті. Енді қайтара алмайсың. Талай ауырды да. Сонда телефонға жақындап жедел жәрдем шақыратын адамның да жоғын сезіне бастады. Ұзақ ойлана келе бала асырап алғысы келді. Дәулеті мен сәулетінің арқасында бала асырап алу еш қиыншылық әкелмеді. Таныс құрбылар арқылы ақшамен оңай шешілді. Гүлзия сонымен ұл асырап алды. Оған күтуші де жалдады. Өз ішінен шықпаған балаға онша мейірімділік таныта қоймады. Әйтеуір өзімнің жинаған тергеніме ие болатын біреу керек қой деп ойлады. Ұлы 5-6 жасқа келіп қалды. Бірақ тентектің өзі. Нағыз баскесер болмаса игі еді, деп те қорқады.
қандай қаннан пайда болғанын бір Құдай біледі. Гүлзия осыларды ойлағанда, бала асырап алу да бекер ме деп ойлады. Өз ішінен шықпаған бала бола ма? Осы баланың асты-үстіне түсіп бәйек болып жүрсе де, оған бір нәрсе жетіспейтіндей. Көңілі алданғанмен күмәнді ойлар да жоқ емес. Осындай ойларды ойлағанда, онан сайын жаны жалғызсырап, көңілсіз кездерге тап болады. Өз құрбыларының отбасы, бала-шағасы бар. Олар да бұдан алыстай бастады. Тіпті хабарласуды да қойып барады. Анда-санда өзі хабарласпаса, олар мұнымен шаруасы жоқ. Біреусі балаларының жайын айтады, екіншісі немерелерінің тірлігін айтады. Сондай кезде оның жыны келіп кетеді. Маған әдейі айтама деп те талай рет телефон тұтқасын сілкіп тастай салған. Өмір деген не деген жүрдек еді. Лезде қарттыққа қадам басамын-ау деп те ойламапты. Бұрынғыдай бір жылтыраққа қуанатын көңілі қазір дүние төңкеріліп кетсе де селт етпейді. Өйткені ол қатты жалғызсырап жүр. Осындай кездері оның есіне баяғы Асқар түседі. Неге оны жазықсыз кінәладым екен деп жанын қоярға жер таппайды. Сезімін білдіргені үшін оған намысына тиетін ауыр сөздер айтпау керек еді. Ақшаға алданған пейілі адамдықтан аттатып жіберіпті ғой. Оны да кеш ұғып отыр. Ол да менен гөрі бақыттырақ, бала-шағасы, отбасы бар. Ал менде не бар? Жұмыстан келгенде жүгіріп шығатын балалардың орнына мияулаған мысық пен арсылдаған ит қарсы алады. Одан өткен қасірет жоқ екен деп ауыр күрсінді. Гүлзия соңғы кездері жиі ауырып қалатын болды. Төсек тартып қалатын кездері де көп болып жүр. Жаным, қалайсың деген ер азаматтың сөзіне мама ауырмашы, жата бермеші, тұршы дейтін балалардың сөзіне жазылатын аналық сезімді бұл сезінбей өтетінін ойлағанда жүрегі қарс айырылады. Жиі марқұм болған анасы түсіне кіреді. Мен саған айтпадым ба? Айтқанды қылмадың деп тұрғандай әсер етеді. Жапанда жалғыз қалғандай күй кешеді. Жалғыздық деген сорлыға қалай тап болғанын Гүлзияның өзі де сезбей қалды. Бұл өмірде бейуақытта келген бақытпен қоса, әйел мұңы, азабы да аз емес еді-ау. Осыларды ойлағанда Гүлзияның көңілі құлазып кетті. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әңгіме ұнаған болса, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.